Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмі ерекше болып шығатын өте жұмсақ мандаринді пирогтың рецептімен бөліскелі отырмын. Қыс мезгілінде мандариннің сезонында дәл осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз бірте-бірте ұлғайып осындай аппақ түске енетін болады. Және қантымыз толықтай еритін болады. Массамыз дайын. Енді үстіне сүтімізді құямыз және ерітілген сары май немесе бөлме температурасында тұрған сары майды да қоссақ болады. Және пирогымызға жақсы дәм беру үшін ванильді қантымызды қосатын боламыз. Тағы да миксерлейтін боламыз, араластырамыз. Енді бөлек ыдыста ұнымызды және қопсытқышымызды, яғни разрыхлительді қосып ұнмен араластыратын боламыз. Енді жаңағы сұйық массамызға жайлап отырып салып, тағы да миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Ең бірінші ұнымыз жан-жаққа ұшпас үшін осылай араластырып аламыз, одан кейін барып миксерлейтін боламыз. Құрметті достар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісінің үстінен басып қойыңыздар. Пікірге келесі қандай рецепттерді шығара кетейін, соны пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Және алдымен жаңа шыққан видеоларды бірінші болып көретін боласыздар. Барлық массамыз дәл осындай қоймалжың болып дайын болды. Енді осы тұста пешімізді қыздырып қоямыз. Осындай арнайы формамызға, яғни менде диаметрлігі 26 диаметрлік форма. Астына пергамент қағазымызды төсейміз және мандаринімізді ашатын боламыз. Осылай менде 6-7 дана мандарин кетті. Барлығын осылай қабығынан аршимыз және барлығын ортасынан қақ бөлетін боламыз. Міне осылай екіге бөліп аламыз. Ең бірінші енді табамыздың астына пергаменттің үстінен, яғни кішкене аздап қант сеуіп жіберетін боламыз. Міне бір қасықтай, бір ас қасықтың көлеміндей. Одан кейін жаңағы мандариндеріміз осылай астына қарай төңкеріп салатын боламыз. Барлығын толығымен, яғни ашық жер қалдырмай, мандариндерімізді толығымен салып шығатын боламыз. Енді мандаринімізді салып болғаннан кейін үстіне жаңағы қоймалжың массамызды құямыз. Құйғаннан кейін жақсылап формамызды кішкене қағып аламыз, яғни қозғап сілкіп алатын боламыз. Сонда біздің пирогымыздың үсті өте тегіс болып шығатын болады. Немесе осылай лопатаның көмегімен де тегістеп жіберсеңіздер болады. Жалпы бұл мөлшермен 24 диаметрлік формада өте биіктеу әдемі шығатын болады. Бұл жерде менде 26 диаметрлік формада. Міне осылай 160 градуста 30-35 минуттай пісіріп алдық және ыдысымызға осылай төңкеріп салатын боламыз. Бетіндегі пергамент қағазын осылай жайлап алып тастаймыз. Әбден суығаннан кейін кесетін боламыз. Біздің пирогымыз осындай ылғалды, яғни влажный болып, өте жұмсақ, шын мәнінде дәмі өте керемет болып шығатын болады. Бұл жерде мандаринді тек қана сүйексіз, тәтті түрін ғана таңдайтын боламыз. Егер мандариндеріңіз қышқыл болса, онда пирогтарыңыз да қышқыл болып, дәмі бұзылып кететін болады. Сол себепті дұрыс сортынан таңдауға тырысыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.